Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бір жайда жоқ болатын өте дәмді творожный кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз маған жаңа рецепттер түсіруге шабыт береді. Олай болса өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын творожный кексімізді жасауға кірісейік. Ең алдымен жұмсақ сары майымызға қантымызды салып, миксердің көмегімен ағарғанша миксерлеп аламыз. Содан кейін жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып миксерлейміз. Қаймағымызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін творогтың жарты бөлігін салып миксерлейміз. Қалған жарты бөлігін салып, тағы да жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Содан кейін ұн мен разрыхлительді араластырып алып, массамыздың үстінен саламыз. Және де миксердің көмегімен миксерлейміз. Бізде қоймалжың масса шығуы керек. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Ендігі кезекте формамызды майлап дайындап қоямыз. Содан кейін қамырымыздың жарты бөлігін салып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген ягоды салсаңыздар болады. Мен осындай замороженный смородина салдым. Қамырымыздың қалған жарты бөлігін салып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180 градус қызған пеште 55 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің кексіміз пісіп шықты. Формамыздан босатамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен ақ шоколад пен қоңыр шоколадты ерітіп, осылай бетіне құйып шықтым. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.